Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз математика сабағы, 4-ші сынып 99-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы логикалық есептер. Ал енді оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда нені үйренеміз? Бүгінгі сабақта сен кеңістікті ойлауды дамытатын, логикалық есептерді дамытатын боласыңдар. Енді бірінші тапсырмаға қараймыз. Есептеп, алдымен қай табиғат құбылысы орын алатынын анықта, жауапты өсу ретімен жаз дейді. Бұл жерде амалдарды орындауды рет-ретімен орындаймыз. Бізде екі түрлі есеп берілген. Әрине ең бірінші жақшаның іші орындалады. Көбейту, сосын алу амалы, сосын көбейту, қосу, ең соңында алу амалы орындалады екен. Сол кезде бізде 54.938 шығады екен. Ал екінші есепте бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші қосу, төртінші алу амалдары орындалады. Оның жауабы 400.025. Енді осыны өсу ретімен орналастыратын болсақ, бірінші найзағай, екінші күн күркіреуі болады екен. Ал енді екінші тапсырмаға қараймыз. Практикалық жұмыс дейді. 5 бұрыш жасау үшін қағаздан ені 3 см жолақ қиып ал, оны түйіндеп байла. Егер қатты тартып байлайтын болсаң, 5 бұрыш пайда болады. Түйінді жарыққа жақындатсаң, 5 бұрышты жұлдызды көресің. Ең алдымен қағаздан немесе жұмсақ матадан ені 3 см болатын осындай қағаз бөлігін қиып аламыз және оны ортасынан байлаймыз. Сол кезде қаттырақ тартатын болсақ, осындай бұрыш шығады. Оны жарық сәулеге алып баратын болсақ, оның көлеңкесінде осындай 5 бұрыштың көлеңкесі шығады екен. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Сен суреттен неше үшбұрышты көріп тұрсың? Қарындашты қағаздан ажыратпай жұлдыз сала аласың ба дейді. Біз суреттен 1, 2, 3, 4, 5 бұрышты көріп тұрмыз деп ойлауы мүмкін, сыртын ғана санап, бірақ бұл жерде сыртында 5 бұрыш және былай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп. Осылай осы суретте біз неш бұрыш көреді екенбіз? 20 бұрыш көреді екенбіз. Ал енді екінші тапсырмасы ол қарындашты қағаздан ажыратпай жұлдыз сала аласың ба дейді. Әрине бір нүктеден бастаймыз. Ең алдымен пәстен жоғарға қарай шығамыз. Қайтадан пәске, сосын солға, оңға, қайтадан бастаған жерімізге келеміз. Міне сол кезде қарындашты қағаздан ажыратпай 5 жұлдыз сала алады екен біз. Ендігі біздің 4-ші тапсырмамызға қарасақ, берілген фигуралар бірдей дейді. 7 шаршыдан тұрады. Оның периметрі 112 см. Фигураның ауданы нешеге тең деп тұр. Ең алдымен біз оның шартын құрастырып аламыз. Барлығы 7 шаршы метр. Периметрі 112 см, жалпы периметрі. Енді бізде ауданын табу керек болып тұр. Ауданды табу үшін біз көбейту амалы арқылы табамыз. Ең алдымен біз шешуін шешейік. 112-ні бөлеміз 7-ге 16 см, сосын 16-ны бөлеміз 4-ге, 4-ті 4-ге көбейтеміз 16, 16-ны көбейтеміз 7-ге, сонда 112 см квадрат шығады екен фигураның ауданы. Ал 5-ші тапсырмаға қараймыз. 5-ші тапсырмада есепте және тексер дейді. Бұл есепті баған түрде шығарамыз. 256.500-ді бөлеміз 27-ге, сол кезде бізде 9.500 шығады екен. Енді біз әрине 256-дан қайтарамыз және 9-дан береміз. Осылайша көбейтеміз, сосын осы жауап шығады. Дәл осылай қалған есептерді баған түрде шығарамыз. Енді кейінгісі 6-ші тапсырма. Мына кесінділердің арасында бірдейлері бар ма дейді. Бірдейлері бар. 18 мм. Бірінші фигура ұзын. АВ 8 мм, біреуі 7 мм. Барлығының бойлары бірдей екен. 7-ші тапсырмаға қараймыз. 15 таяқшаны суретте көрсетілгендей орналастыр. Артық таяқшасыз 5 шаршы шығатындай етіп 2 таяқшаның орнын ауыстыр дейді. Ол үшін біз
екі таяқшаның орнын алмастыру үшін мына екі таяқшаны аламыз. Біреуін мына жерге қоямыз, біреуін мына жерге қоямыз. Сол кезде бізде мынандай 7 шаршы метр шығады. Енді мына жерде бізде суреттегі шаршылардың санын анықта дейді. Суреттердің шаршылары әрқайсында 10 шаршыдан бар. Осының мұқият қарап санап шығамыз. Енді бізде соңғы тапсырмамыз бұл үй жұмысы болады. Осындай дайындама жасап, бөліктерді қиып ал кенгурудың пішінін құрастырып желімде дейді. Үйде торкөз дәптердің парағына дәл осылай түстерді бояп алып, оны жеке-жеке қиып аламыз да, бір түсті параққа жабыстырып шығамыз. Осылайша сол кезде біз мына кенгурудың пішінін құрастырады екенбіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта көруді ұмытпаңдар.